Hello, my dear friends. Сәлем, менің қымбатты достарым. Prepositions, предлог, орыс тілімен аударғанда, қазақ тіліне аударғанда септік жалғаулары. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуларыңызды сұраймын. Prepositionстар, яғни бірнешелерге бөлінеді. Мысалы, prepositions in. Ағылшын тілінде, мысалы біз таңертең деп айтатын болсақ, in the morning, in the afternoon, in the evening, in December, in May деп аяттарын айды атқан кезде айтатынбыз. In summer, жаздың күні, in winter, қыста, in spring, in autumn, күзде, көктемде. In 2011, 2011 жылы деген біз in prepositions қолданады екенбіз. Preposition in мынандай жағдайда да қолданамыз. In time, in a day, in no time, in brief, in the past, in the future, in the meantime. In time уақытында, in a day күнде, in no time уақыт жоқ кезде. On preposition біз қай кезде қолданамыз? On Monday, дүйсенбіде, on Tuesday, сейсенбіде, on weekday, сапта күндері, on his birthday, оның туған күнінде, on the 1st of September, қыркүйектің бірінде дегендей осындай кезде қолданады екенбіз. Preposition on'ды біз тағы қай кезде қолданамыз? Мысалы, on a weekday, on a day off, on New Year day, on the eve, on tour, on business trip, бизнес саяхатта, on Saturday morning, сенбі таңертең, on time, уақытында, on holiday, on vacation деген сияқты. Яғни демалыста деген. Preposition at деген prepositionды қай кезде қолданамыз? Мысалы, at 5 p.m., at 10 o'clock, at 8:30, at 7:45. Яғни біз міндетті түрде сағаттың айтып тұрған кезде at-ті қолданады екенбіз уақытта. At night, түнде, at noon, түнге, at midnight, жарым түнде, at Christmas time, Christmas Рождество мерекесінде, at the weekend, демалыс уақыт. Preposition at мынандай кезде тағы да қолданады екенбіз. At last соңында, at once бірден, at first басында, at dawn таң атқанда, at sunset кеш батқанда. Preposition at мынандай жағдайда да тағы да қолданады екенбіз. Мысалы, at the appointed time, at the beginning of бірдеңенің басында, at the end of бірдеңенің аяғында, at the weekend демалыс күндері, at public holidays қоғамдық демалыс күндері, мерекелерде, at meal time, at breakfast, at lunch, at dinner, at supper. Жалғаусыз. Егер де біз every day, last summer, next winter, this month, yesterday, tomorrow, today, tonight десек, біз ешқандай prepositionдарды қолданбайды екенбіз. Thank you very much for your attention. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын.